Сәлем достар, айтарлықтай бәріміз дерлік қалақай өсімдігімен таныспыз. Ал сіз қалақайдың пайдасы мен зияны жайында естіп пе едіңіз? Бүгінгі тақырыбым осы қалақай жайлы болмақ. Мені жоғалтып алмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. Қалақай тұқымдасының арамшөпті көп жылдық өсімдігі. Қалақай әртүрлі елдерде ғасырлар бойы қолданылып келеді. Оны жеп, терісіне жағып, шөп шайы ретінде ішіп, тіпті мата жасау үшін де қолданған. Қалақай әлі күнге дейін халықтық медицинада емдік өсімдік ретінде қолданылады. Қалақайдың пайдасы. Қалақайдың денсаулыққа маңызды қасиеті ағзаны токсиндерден тазарту, иммундық жүйені нығайту және қан айналымын жақсарту. Шөп бүйрек пен өт қабын қорғайды, гормоналды белсенділікті реттейді және қан диабетінің дамуына жол бермейді. Қалақай қай ағзаға қалай әсер ететіні жайлы айтайық. Буындарға арналған. Қалақай артриттің ауырсынуын азайтады. Қалақай сығындысын алу немесе оны терге жағу остеоартрит ауруын басады. Жүрек пен қан тамырларына арналған. Шөп қан айналымын қалыпқа келтіреді және жүрек қан тамырлары жүйесінің денсаулығын жақсартады. Өйткені құрамда темір мен с дәрумені көп. Оның құрамда көптеген калий бар. Бұл тамырлардың спазмын жеңілдетеді және инсульт қаупін азайтады. Зерттеулер көрсеткендей, қалақай шайын үнемі тұтыну жүрек қан тамырлары жүйесіндегі стрессті азайтуға көмектеседі. Қалақай ежелден жоғарғы қан қысымын емдеу үшін де қолданылып келеді. Бронхтарға арналған. Қалақайдың пайдасы тыныс алу жолдарының ауруларын, соның ішінде шөп безгегін, астманы және маусымдық аллергияны емдеуге байланысты. Ас қорыту жолдары үшін. Қалақайдың емдік қасиеті ішектегі қоректік заттардың сіңуін жақсартады. Шөптің қабынуға қарсы қасиеттері геморройды да емдейді. Ұйқы безі үшін. Зерттеулер көрсеткендей, қалақай қандағы қант деңгейін төмендетеді. Сондықтан дәрігерлер өсімдікті қант диабетімен ауыратындардың диетасына қосуды ұсынады. Бүйрек пен қуыққа арналған. Қалақай диуретик болып табылады және зиянды химикалық заттарды ағзадан шығаруға көмектеседі. Бұл шөп денені токсиндерден тазартатын көктемгі сергітетін деп те аталады. Репродуктивті жүйе үшін. Қалақай тамыры қуық асты безінің өсуіне жол бермейді. Бұл жағдайда зәр шығару жиілігін азайтады. Тері мен шашқа арналған. Терге жалған қалақай сығындылары безеуді кетіреді және инфекцияны жояды. Қалақай антиоксиданттардың арқасында жараның жазылуын тездетеді. Тыртықтар мен дақтардың пайда болуын азайтады. Сонымен қатар әжімдерді тегістейді және қартаю дақтары түсін өзгертеді. Қалақайдың шашқа, теріге және тырнаққа емдік қасиеттері ежелден халық медицинасында және косметологияда қолданылған. Қалақай негізінде экзема мен қайсаққа қарсы кремдер мен сусабындар жасалған. Иммунитет үшін. Қалақайдың құрамында бос радикалдармен күресуге көмектесетін антиоксиданттар бар. Еркін радикалдардың зақымдануы қартаюмен қатар қатерлі ісікпен және басқа да аурулармен байланысты. Гинекологияда қалақай. Қалақайдың құрамында әйелдердің денсаулығын жақсартатын белсенді ингредиенттер бар. Етеккір кезіндегі қалақай етеккір алдындағы ауыр симптомдарды, құрусылар мен кебулерді жеңілдетеді. Тұтқыр қасиеттерге байланысты етеккір кезінде қан ағынын азайтады. Менопаузадағы әйелдер үшін қалақай гормоналды өтуді және тондарды тегістейді. Қалақай шайы емізетін әйелдерге ұсынылады, өйткені ол сүт өндіруді ынталандырады және лактацияны жеңілдетеді. Гинекологияда қалақайдан шайлар қолданылады. Олар үшін сіз өсімдіктің жаңа және кептірілген жапырақтарын ала аласыз. Сіз оларды дәріханалардан сатып ала аласыз. Қалақай негізіндегі дәрі-дәрмектер әртүрлі формада және мөлшерде ұсынылған. Қолданар алдында дәрігерден кеңес алыңыз. Қоректік заттардың арқасында қалақай танымал тағамға айналды. Дәрігерлер оны буға пісіріп, жүкті немесе емізетін аналарға шпинат сияқты жеуге кеңес береді. Қалақайдың зияны және қарсы көрсеткіштері. Кептірілген немесе қайнатылған қалақай жанама әсерлерді сирек тудырады. Бірақ жаңа жапырақтарды жеу тітіркену мен күйік тудыруы мүмкін. Қарсы көрсеткіштер. Қан қысымы мен қант диабетіне қарсы дәрі қабылдау кезінде, бүйрек ауруы, депрессияны, шизофренияны және биполярлы бұзылуды емдеу кезінде. Қалақайдың зияны шамадан тыс қолданған кезде асқазанның бұзылуы және қатты терлеу, терінің тітіркену және бөртпелер пайда бола бастайды. Қалақайды қалай қайнатуға болады? Қалақайды көбіне шай ретінде пайдаланады. Ол жапырақтағы флавоноидтар мен минералдардың әсерінен ағзаға әсер етеді. Қалақай шайы шөпті,
қант диабетін, подаграны және артритті емдеуге қолданылады. Ең қарапайым шай рецепттері. Бірінші, 50 грамм қалақайдың жаңа жапырақтары, оған 4 кесе су қосып 15 минут қайнатасыз. Екінші, сүзгі немесе дәке арқылы сүзіп ыстықта ішесіз. Оған 1 ас қасық бал қосуға болады. Кептірілген қалақай жапырақтары мен гүлдерін қайнатуға болады. Олар таңқурай жапырақтары, эхинацея немесе алтын тамыр сияқты басқа дәрілік өсімдіктермен араластыруға болады. Қалақайларды қашан жинау керек? Жаздың алғашқы апталарында жапырақтары жас болған кезде қалақай жапырақтарын жинау жақсы. Өзіңізді күйіп қауылдан қорғау үшін қолғапты немесе кез келген қорғаныс материалын қолданыңыз. Қалақайды қалай сақтау керек? Қалақайдың жаңа піскен жапырақтарын дымқыл қағаз сүлгілерге орап, полиэтилен пакетте тоңазытқышта 4 күнге дейін сақтауға болады. Мұздатылған қалақайларды 8 айға дейін сақтауға болады. Кептірілген жапырақтар желдетілетін құрғақ жерде 1 жылға дейін сақталады. Медикаментозды қолданумен қатар көптеген тағамдардың дәмін келтіретін қалақай қосуға болады. Қалақайдың дәмі шпинатпен бірдей, бірақ дәмі күштірек. Жану сезімі мен қышқылдықты жеңілдету үшін қалақай жапырақтарын тамақтанар алдында қайнату керек. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.